Қайырлы таң, құрметті көрермендер, тойдың болғанынан болатысы қызық деп Ұлы Дала елордасының 20 жылдығында атап өткіздік. Ойнадық, күлдік. Бәрі жоспардағыдай жүзеге асып жатыр. Дегенмен осы мерейтойдан ауыз толтырып айтатындай қандай естеліктер қалды? Анықтап көрейік. Астананың туған күніне ерекше сый тарту еткен Атырау облысы болды. Балыққа ұқсатып жасалған Атырау көпірінің ұзындығы 313,5 метр болса, ені 10,5 метр. Жаяу жүргіншілер мен велосипедшілерге арнап салған көпірді тамашалап жүргендердің қарасы көп. Көпір өзгеше дизайнымен ерекшеленеді. Астананың 20 жылдығында Шығыс Қазақстан облыста құралақан келмеді. Ботаникалық саябақтың қабырғасын қалап, халық игілігі үшін пайдалануға берді. Бас қала әкімдігінің мәліметінше саябақтың жалпы аумағы 87,9 гектар. Оның 43,2 гектары ботаникалық саябақ болса, 44,7 гектары саябақ. Ерекше өсімдіктердің жиынтығында осы жерден табуға болады. Табиғат анамен үндескісі келетін адамға таптырмас орын. Ән салатын субұрқақ. Мұны Астанаға келген кез келген адам көзбен көріп тамашалай алады. Бұл жолы ашылған субұрқақтың ерекшелігі сол, Қазақстандағы ең үлкені. 73 метр биіктікке дейін атқылап, ән әуеніне қарай түрлі түске енетін фонтан алабұртқан көңілді алдаусыратып, адамға ерекше шабыт сыйлайды. 20 жылдық мерейтойға тарту таралғыны Алматы облысы да ұсынды. Жер жанаты Жетісудың сыйы Жетісу саябағы. Бұл саябаққа кірсеңіз, Алматы өңіріне барып қайтқандай әсер аласыз. Себебі бұл жерден тек Жетісу өңіріне тән тау сілемдерін, тамғалы тас петроглифтердің және экзотикалық шарын шатқалының үлгілерін тамашалауға болады. Астананың мерейтойында батырлар ескерткіші де бой көтерді. Батыс Қазақстан облысы Ақжайық саябағын елордаға тарту етіп, айбыны асқақ батыр қыз Мәншүк Мәметованың ескерткіші демалыс орнының басты символы болды. Саябаққа келген әрбір ұрпақ енді осы тарихи ескерткішке қарап, өзінің өткенін ұмытпайтыны анық. Астананың 20 жылдығында ерекше есте қалатын оқиға Астана халықаралық қаржы орталығының ашылуы деуге болады. Қазақстан сияқты жас мемлекеттің әлемдік қаржы орталықтарымен теңдес сектор құруды жолға қоюы көптің қолынан келе бермесіз. Әрине, жаңа қадам басқан орталыққа айтылар сында, тағылар мінде көп ақ. Дегенмен жұмыла көтерген жүк жеңіл деген мереке қарсаңында тұсауы кесілген орталықтың мерейі үстем болсын. Маржан Нүсіпбек, Қобылан Өтегенов, Бейбіт Сұлтанбек, арнайы Қайырлы таң үшін.